Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде дәстүр бағдарламасы. Армысыз, құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамызда қызға 40 үйден тыйым, бүгінде мәні бар ма деген тақырыпты өрбітетін боламыз. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныстырамын. Бесенов Арғын, ақын, жыршы, оң жағымдағы отырған Құсайынова Зәуре, ұстаз. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгін енді бағдарламамыздың тақырыбына сәйкес ой пікіріңізді білсек, қазіргі кезде осы мәселе өте өзекті болып жүр. Әрбір жаңағы қызымыздың тәрбиесі, әрбір осы қыздарымыздың болашағы, яғни бұл болашақ ана дегендей, болашақ өмірге біздің балдарымызда келетін дегендей, сол мақсатта деген қазіргі кездегі жүріп атқан, өріп атқан әңгімелер бойынша ой пікіріңізді айтсаңыз. Баршаңызға қайырлы күн деймін. Бүгінгі күніміз сәтті болсын, қуанышты болсын. Бұл тақырып әрине бұл жаңадан ашылған тақырып емес. Бұны қоғам болып біздер қолға алып атқан қазіргі кездегі ахуалды өзекті тақырып деп ойлаймыз. Біздер ұстаздар таңертең келген кезде балаларымыздың жүзіне қарап, кім ренжулі, кім жабырқап келді, жарқыраған қыздарымыздың жүзіне қарап та ойланып қалатын кездеріміз болады. Мектеп болғасын, мектептің ішінде түрлі балалар бар. Әсіресе мына қыз балалардың тәрбиесіне қатысты көп нәрселердің айтқымыз келеді. Қыз балалар мектепке кірген кездегі жүздері, олардың киім-киістері, олардың сәлемдесуі, бұның барлығы бізге үлкен әсер етеді. Әрине қоғам болғаннан кейін қоғамның ішінде қыз баланың тәрбиесі туралы әртүрлі қауесет әңгімелер болатыны анық қой. Баяғыда әжелеріміз айтушы еді, осы қыз баланы біреудің үйіне қондырма, ұл баланы біреудің үйінен тойдырма деп. Осы мәселеге келген кезде біздер үнсіз қаламыз. Қазіргі таңдағы осы қыз балалардың еркіндігі, ата-аналардың ішінде еркін болсын, көрсін, білсін, үйренсін деп, олардың да еркін жүруіне көп жаңағы мүмкіндік береді. Сондықтан да қыз балаларымызға 40 үйден тыю дегеннің өзі баяғыда ата-бабаларымыз айтпай ма? Әй, көршінің қызы кетіп баратса да, көрші, неге жаңағы бұлай кетіп баратсың, неге қысқа киім киесің, немесе неге шашыңды жайып жүресің деген сияқты әңгімелерді ата-әжелеріміз айтып отыратын еді. Тіпті еркін өсіп баратқан балаға да қоғам болып тыйым салатын еді қайда. Міне осы қазіргі кезде қалып баратқан дүние. Біздер енді сол балалардың әдемі өскенін қалаймыз ғой. Дегенмен де мектептің ішіне келгенде, шашын жайып жүрген қыз балаларды көргенде, боянып жүрген, бойжеткен қыз балаларды көргенде, әттең-ай деген тұстар көп барады. Бірақ үнемі оларды тежеп айта берейін десең, ата-анаға да көңілдеріне қаяу түспес пе екен. Менің балаларыма неге осындай әңгіме айтты деген ата-аналар тарапынан да біздер осындай әңгімелер естіп жатамыз. Мектептің бір тәртібі болу керек. Әрине, мектептің өзінің кәдімгі тәртібі бар. Мектеп формасы бар сақталатын. Дегенмен де қыз бала әсемдікке, әдемілікке құмар болып келе жатады ғой. Міне олардың жаңағы әдемі өсуіне ата-анасы қызға да қарайтын сияқты. Жақсы болып киінсе екен дейді, жақсы болып жүрсе екен дейді. Бірақ енді осындай бір тірліктерін кейде мұғалімдер тарапынан айтып қалған кезде оны түсінбей ата-аналар мектепке келіп өздерінің уәжін айтып реніш өкпелерінде білдіріп жататын тұстары бар. Әттең-ай деген тұстар ғой. Сіз қалай ойлайсыңыз, осыған деген кінәлі демей-ақ қояйын? Не себептен осындай бізде деген? Кім жауапты? Ата-ана баласына дұрыс тәрбие бермей ме? Я болмаса мына қазіргі әлеуметтік желіге қарап біздің қыздарымыз деген осындай жаңағы әсемпаздықты, біздің деген салт дәстүрімізге қарамай, ашық-шашық киюде, соның барлығына не себеп деп ойлайсыңыз? Енді біздер мұғалім болғаннан кейін осы Абайдың шығармаларын оқыған кезде Абайдың шығармасының ішіндегі кейіпкер қыздар бар. Қазақтың салт дәстүрінде сол кішкене қыз балиғат жасқа толғаннан кейінгі шаштарына шашбау байлайды дейді ғой. Шашбау таққан кездегі қыздың жүріс-тұрысы дұрысталады дейді. Яғни ерсі қылық көрсетпейді, әдепті болып жүреді. Егер де ол деген арсын-күрсін жүрісі болса, оның бойынан жаңағы шашбау деген шылдырлап кетеді екен. Оған ешкімнің айтуы қажет емес екен. Шашбау шылдырласа, ол өзін әдептілікке шақырады екен. Сол сияқты міне әрине біздің жаңағы
қыз балаларға тыйымды тек қана ата-ана немесе қоғамдағы адамдардан немесе ұстаздан емес, оқып та үйренуі мүмкін. Соған қарағанда біздің ата бабамыз өте әдепті болған ғой. Әдепті, сондай жаңа шашпаудың сыңғырлағанын біліп отырса. Біліп отырады. Тазалық дейміз. Тазалықта осы қыз балалардың гигиенасын сақтаудан басталады дейміз. Аузындағы әдепті сөз сөйлеуден басталады. Мына жүрегің таза болса, бүкіл жаңағы ауыр дерттен аман боласың дейді. Жүрген жүрсің таза болса, барлығы жақсы болады дейді ғой. Сондықтан да біз қыз балаға анасының тәрбиесі керек ақ деймін. Анасының тәрбиесі үлкен міндет, үлкен зор жаңағы орын алады деймін. Ана қандай, қыз бала сондай болады. Енді жаңағы анасына қарап қыздал деген бар, анасын сүйсең баласын сүй деген бар қазақта. Сондықтан да бәрі осы анаға байланысты болып тұр ғой. Иә, олақтан салақ жаман дейді ғой. Қарап отырған кезде қыз баланың анасына қарайды. Жігіттер жағы. Сол үйдің деген дастарханына барғанда ертеде жаңағы бір жарты сағаттың өзінде сол үйдің баласының тәрбиесін көріп құда түсіп кеткен жерлер болған ғой. Мәні осындай деп. Тіпті ана Төле бидің өзін Данагүл деген келінді қалай алғанын біздер кәдімгі әдебиеттен білмейміз бе? Үлкеннің алдын кесе көлденең өтпеген, ер азаматқа жол берген, табиғаттың болатын оқиғалардың барлығын кішкене қыз бала қарап отырып, бір уақытта өзінің жаңа уәжін айтып, Төле сияқты бидің аузын. Енді Арғын мырза, біз деген тек жаңағы әйелді айтып, ананы айтып, бұл жерде тәрбиеде енді анамен бірге әке де өз үлесін қосу керек шығар. Негізі қыз баланың тәрбиесіне қатысты тақырыпты алдыңғы хабарымызда да қозғағанбыз, бірақ дәл осы бүгінгі хабарымызда енді соңғы кезде әлеуметтік желіде қыздардың төбелесі жиілеп кетті. Тек Жаңаөзен қаласында емес, Қазақстан бойынша бұл бір індетке айналып бара жатқан секілді. Кім жауапты? Кім кінәлі? Сол сұраққа жауап береді. Енді біріншіден мына бастамаға осы түсірілімге бір тәрбиелі сөз айтып, сол бір елғаққа жетсеген дейміз ғой енді. Жалпы енді мына қазақшылық жолды, сосын енді мына жыраулардың жолын, аталардың сөзін бір көріп, біліп, естіп жүргеннен кейін бір кейде өзіміздің ой пікірімізді тоқып жүреміз ғой. Жаңа енді өзіңіз орын сұрақ қойып жатсыз. Жәкеңді айтып жатыр. Бұл енді бір жақты болмаса үш жақты қарайтын нәрсе емес. Бұл кейін көлемде қаралу керек бұл мәселе. Өткенде ана әкімшілікте де облыстың әкімінің орынбасары келген кезде де мен айтқан болатынмын. Бұл бір кішкентай бір жиналыспен болмаса бір түсіріліммен шешілетін нәрсе емес. Бұл өте кең көлемде қаралу керек. Бұны біз бұрыннан айтып келе жатырмыз. Соны егжей-тегжейлі қарап үйретілмесе, бұл тоқтамайды. Бұл мысалы бір кеше қыздар төбелесіп қалды. Ол кешегі оқиға емес, сол кеше басталып жатқан емес. Ол бұрыннан келатқан бір айтқанда жара ғой, өзі жарылған кезі. Қоғамда жарылды. Сол қоғамда үлкен андай ой пікір туып, талас туып, осындай бір талас тартысқа түсіп жатыр. Енді мен бір қуанатыным, осының өзі бір жақсы бастама. Себебі енді шариғат айтып отқаным жоқ, бірақ Құран кәрімде аят бар. Бір қандай бір қауымды Алла түзетпейді, олар өзі әрекет қылмаса дейді. Түзелуге әрекет қылмаса, оны түзетпейді дейді. Солай кете береді. Қазақтың жаңағы сын түзелмеймін, түзелмейді дегені, мысалы, тек біреуді сынап кетіп қалу емес, сол сынға жұмыс жасау ғой енді. Қазақтың бұл жерін түсінуіміз керек. Сын түзелмеймін, түзелмейді дейді. Бұл тек анау сынап айтқаннан кейін болды кетіп қалу емес. Оны жаңағы қоғамдағы әртүрлі блогер болса кейде айтылып жатады ғой. Мін айтады. Бірақ оған әрекет жоқ. Сондықтан ол сын деген сөз аржағында әрекет болу керек. Қоғамда бірлесу керек соған. Сондықтан енді жаңағы ана жағынан да айтып жатыр, оның енді әкенің де үлкен рөлі бар ғой. Себебі жалпы мына Әбу Бәкір Кердер дейтін атамыздың сөзі бар. Ағайын болсаң тату бол, жанжал қусаң тозарсың. Жамандықты кейін қой, бүгін кейін қалсаң да ақырында озарсың. Жазғы тұрғын тұқымға не шашсаң соны орарсың дейді. Жалпы бұл енді саден тек былай пікірмен айтатын болсақ, бір жас келін аяғы ауыр болды дейік, бала дүниеге әкелуге дайындалып жүр, мен көрем сондайды. Бір кішкентай балдардың киімін алады, телпегін қарап көрейді, мына киім болады ау деп, қыз бала десе қыз баланың киімін алып, ұл бала десе ұл баланың киімін алып дайындалады ғой соны. Болашақ келейін деп тұрған балаға. Ол тек киімін дайындап жатыр. Осыған жан дүниемен дайындалу керек. Негізі ол киім іштен емес ол. Іште жатқанда дайындалу керек негізінде. Ол әкенің белінде жатқанда тәрбиелену керек. Бұл дейтін өзекті мәселе. Сондықтан біздерге ғана баланы қызға қырық үйден тыйым дегеннің өзі
ол біз ана төреспе жаңа тентек болма деп қызға тиіп тастау емес. Бұл жердегі мәселе ол қыздың үлкен болашаққа бір ұрпақ әкелетінін сезіп өсіру. Себебі ана бір қолмен әлем тербетеді деген бар ғой, бір қолмен бесік тербетсе. Ол деген шын айтқан уақытта мынау сіз айтып отырсыңыз Төле бидің әңгімесі. Мысалы осы біздің адайда мына кенже руында Керей Әбділда дейтін кісі болған, Ақтан деп айтады ғой, Керей кенже Ақтан деп айтады. Соның әкесі бір қызды көріп, жолаушылап баратып, бүгін осы ауылға қонамыз деген. Не болды, біз арға кетпейміз деген жоқ. Ана бір қыздың үйін біліп келдім деген. Сол қызды мен мына Керейге алып берем деген. Ана ол жаман Керейме алып берейін деген. Не болды соншама деген. Керейге көптен қалыңдық қарап жүрдім. Осыны алып берем. 3 жыл туады. Біреуі деген осы ақтан ішкен ақын болады. Бәнің үлкен айтқанда білімді, сондай болашақты болжайтындай үлкен өзінде бір қайыптан сөз айтатын адам болады дейді. Ол ақтан. Екіншісі биліктің тізгінін ұстаған үлкен би шешен болады дейді. Ол Жамансары деген би болған, кешегі мына патшаға тікелей барып, кеше мына Досан көтерілісінен кейін үлкен салықты алып тастаған. Сондай болатын баланы қыздың түріне қарап айтып берді. Бұл жердегі мәселе біз сол қыз баланы тек бір өскеннен кейін оны бір жаңағыдай киім кигізіп, бір не жаңағыдай бір спортшы болуым болмаса жан дәрігер болады деп емес, оны бір алшақ ана деп тәрбиелеп, біз сол жағынан терең үңілуіміз керек. Сондықтан енді мен ойлаймын, жалпы мынау біздің бір кенже қалып қойған тұсымыз, баланың өзінің даму сатысы болады. Баланың бір тілі шығатын уақытта, қазір енді біздің осы көптен айтып жүрмін, осы анықталып жатыр. Тілі шығатын уақытта баланың ата-анасы соны үйретпесе, бала тілі шықпай қалады. Сөйлемейтін бала көп. Мына Рахмет Өтештің атында балақай оңалтылу орталығы бар. Сол жерде ертең 15 баланың тілі ашар болайын деп жатыр. Тілі шықпағасын сол жерге әкеліп, осы деген жаңа логопед па қарайтын, солар қарап, соның тілін шығарып, соны үлкен бір мереке алып атап өтейін деп жатыр. Неге тілі шықпай қалды деп ойлайсыз? Бұл сол уақытында болмаған. Енді бұл өзін уақытты өткізіп алсаң, бұл дейтін үлкен күрделі мәселе болып шетелге қаратып, осы деген 7 жасында да тілі шыға алмай зорға шығып жатқандар бар. Ол өзінің уақытында болмағаннан. Сол сияқты баланың үйрететін уақыттары бар. Соны алмай қалса, қазір кейде айтып жатады, мына балдар қазір қызық, бірден айтсаң меңірейіп тұра береді дейді. Соның уақытында айтылмағаннан, уақытында үйретілмегеннен. Мысалы түскі ас ішпей қалса, бүгін осы түскі ас ішкен жоқпын, өлейін деп келдім дейді. Сол сияқты өзінің уақытында болу керек. Біз енді қазір өкінішке орай бір баламыз үйлендірсек, біз енді ана ресторанын таңдаймыз, апарменнен таңдаймыз, асабаны таңдаймыз, ойын ойнататын, жерге жатқызып бейлететін, сол жағын қиқу-шиқу приз, сол жағына таңданамыз ғой. Біз негізі қандай болашақ ұрпақ менің, қандай сол жағына қам жеуіміз керек біз. Тойым қалай өтеді, қызықты бола ма, жаңағы клоун бола ма, бірдеңе бола ма деп уайымдаймыз. Ол емес негізі уайымдайтын нәрсе. Менің ертең мына балам мен келінімнен қандай ұрпақ туады, соны уайымдаймыз. Қандай келін болады бұл шаңыраққа. Сондықтан оның әптегенден соған ойланбасаң, жаңағыда айтады ғой, ойланбасаң. Біз оны соңынан ойлайтын сияқтымыз. Соңынан ойлаймыз. Сол болашақты. Мысалы, үй мәселесіне келгенде үйдің ремонтына осы әйел адамдар қатты мән береді. Анау ремонт жақсы жасайды осы деген. Анау жақсы жасайды, мына жерге мынаны қою керек, ана жерден бандыны былай алу керек, ананы былай қылады. Енді оның үйіңнің әдемі болған не керек? Ішіндегі сенің өмірің жалғастыратын адам дұрыс болмаса. Мен көптен айтам, жаяу жүргенің ұят емес. Жыртық киім кигенің ұят емес. Қарапайым ремонтсыз үйде тұрғаның ұят емес. Ұрпағың бұзылып кетсе ол ұят. Соны біз мән беруіміз керек. Сондықтан біз көп жағдайда бас қосатын баланы, мысалы келін алатын баланың өзін біз ерте тәрбиелеуіміз керек. Біз енді қалай болғанда да мына қазағымның сөзі бар ғой. Ұлтыңды сақтаған кезде қызыңды тәрбиеле дейді. Сосын қызға күтім деп айтады әрқашанда. Оның барлығы бекер айтылмаған. Енді қазіргі мына цифрлық ғасырда, қазіргі мынандай бір көп өзгерістерде біз кейбір жерде өз балдарымызға сол дұрыс тәлім тәрбие беріп жете алмай жатырмыз ба? Я болмаса біз өзіміздің күнделікті жүрісімізде жұмыс жасаймыз деп, табыс табамыз деп жүргенде бір жаңағы бір жақтарын жіберіп алып жатырмыз ба? Бұл сөзіңізбен келсем, біз енді мектеп болғасын, мектептің ішінде де осы қыз балалардың тәрбиесіне байланысты ата-аналарын шақырып атамыз. Сонда ата-аналары реніш білдіріп атады. Таңертеңнен кешке дейін жұмыстамын. Мен неге шақыра бересіздер? Мен осыларға нан таппаймын ба? Жоқ, сіз тауып бересіз ба нан дейді. Кейде ойланам.
шын мәнінде қалай болып кетті осы? Мен айтам, сіз кім үшін жүрсіздер? Бала үшін жүрсіздер. Сол баланы тәрбиелеймін деп ақша тауып жүрсіздер. Ал егер де сіз сол уақыттарда қасында болып, дер кезінде көмек бере алмасаңыздар, дер кезінде қызға сол уақытында, керек уақытында қасында табылмасаңыздар, сіздің тапқан табысыңның 5 тиынды құны жоқ деймін. Енді қайтеді. Ал қайтеді емес, ол қараңызшы, ол қарасаңыз аз тапсын, бірақ мағыналы болсын, баянды болсын ісі. Сол қыз баласына тәрбиені опық жеп артынан бергеннен кейін дер кезінде берген жақсы сияқты. Яғни әрі жұмыс жасауымыз керек, әрі табыстауымыз керек, әрі өзі балдарымызға дұрыс тәрбие беріп үлесуіміз керек, солай ма? Яғни болмаса жаңа демалыс күндері, кешкі уақытта жұмыстан келгесін біз міндетті түрде бір уақыт тауып сол баламызбен сөйлесуіміз керек. Кешкі дастарханның басында болсын. Байқадыңыздар ма? Қазір кешкі дастархан дегенімізде әке де, шеше де, бала да барлық телефонда болады. Телефонда болады. Ол дастарханның басында отырғанда әрқайсы өз телефонмен отырады. Өзінің, басшы болған анасы да, қосшы болған әкесі де, баласы да бәрі телефонда болады. Әркімнің жұмысы болады. Келіндер шай құйып отырып, телефон қарап отырады. Сонда ішіп отқан астың да біз дәмін татып, сапасын беретіндей, немесе сол келінге рахмет айтатындай дәрежеде ұмытып кетіп жатамыз. Бұл шындық. Үніміңді іштейміз. Қазір мына жауап беріп алайын телефонға. Жаңағы деген сондай сияқты. Сонда біздер көп нәрсені қалыс қалдырып жатырмыз. Ол қалыс қалдырғанда біз ұрпағымызды манағы айтқан кешіктіріп жатырмыз. Біз енді сол айтып отқанымыз ғой. Мына бізде мысалға мен бұрыннан да айтып жүрмін, осында енді біз подкастқа келеміз ғой. Би кружогдан алайық. ДК-ға барам, кейде би кружог әдемі тым жақсы қыздарды тәрбиелеп жатыр, билетіп дегендей. Бір енді сымбатты болуға, оның бір денің сау болуына тәрбиелеп жатыр. Ана жерде бір домбыра кружоктар бар жаңағы. Әнші қыздар шығарып, термеші қыздар шығарып жатыр. Сол сияқты спортта да қыздар қатынап жүреді. Мұның барлығы, былай айтқанда бір маман, бір спортшы, бір оның жан дүниесіне әсері жоқ бұның бірақ. Біздің не қылатынымыз, жаңа айтып отқанда мысалға келтірдім ғой. Адам тәрбиелеу деген нәрсе бұл ең ұлы мектеп қой енді. Осыған мысалға мен енді қоғамдық кеңес атынан да, бір азаматтардың атынан да әкімшілікке неше рет осы арызданып та ұсыныстар беріп жүрік. Рухани орталық, яғни адам тәрбиелеу орталығын жасаудың. Оның көп ойлап жүр, балдар бара ма деп. Бұл жерде балдар емес баратын, үлкендер. Бұл жаңағыдай мына Әбубәкір Кердердің бір сөзі бар. Оған маман бар ма? Табылады маман. Біз шақырамыз, табылады маман. Себебі біздің ол бір белгілі бір сырттан алатын емес, біздің қазақтың өзінің қағидалы жолы бар. Мысалы ғана Әбубәкір Кердердің сөзі бар. Атқа мінген азамат адалдық қылда табзалал, пайдасын бір күн көрерсің. Арамдық қылда тап пайда залалын бір күн шегерсің. Бүгін жеген қақыңды таңдамақшар берерсің, алып берер малың жоқ, иманыңмен өтелерсің дейді. Біз бұна қоғамдағы адамдарға үйретуіміз керек. Сен отбасында жүрген кезде бір жаман қылық істедің ба, ол сен ана балаңа жұғысты болатынын білу керек. Түбегейлі соған бет бұрыс жасамасақ, қазір деген шын айту керек, бұл тек Қазақстанда емес, әлемдік деңгейдегі нәрсе, әлем тұңғиыққа батып бара жатыр. Қазір мысалға әдемі болғанын, үйіміздің жылы болғанын, әдемі болғанын, қымбат көлікке мінген, солай кетіп бара жатыр қойынды. Бұның арты қазіргі тілмен айтқанда катастроф. Себебі Англияда бір автобустың ішінде бір ағылшын ақ нәсіл отыр, қалған бүткіл қара нәсіл негрлер отыр екен. Анау бүйтіп капюшонын не қылып, тығылып бұрышта отыр демей. Бұл не деген сөз? Англияда, мысалы, жалпы Англия емес, Францияда, Еуропада өсім жоқ қазір. Өсім жоқ, қазір балалы шағалы болады деген жоқ. Қазір теріс ағымдардың несінен қыздарды қазір өзің үшін өмір сүр, сен бір рет дүниеге келесің, сосын жаңағы бала өсіріп, оны түнде тұрып емізіп, тосып, не қыласың? Қазақстанда да осы үрдіс еніп бара жатса, әлемнің мәселесі бізде қазір Қазақстанда қазір мен қуанатын 5 бала, 6 бала, 7 бала тауып отқандар бар. Мен біздерде мүмкіндік бар сақтап қалуға бар. 9 балалы ата-анамыз бар. Ал әлем осы мына қазіргі тілмен айтқанда комфортқа енеміз деп өзінің адами тұрғысын жоғалтып алды қазір. Олардың көбі қарт адамдар. Қарт адамдар. Сондықтан бұл деген бірінші жаңа айтқандай орталық болып түсіндірмей жүретін болса, біз баланы комфортқа, яғни бұл нан жедің ба, шайын іштің ба, морозин жедің ба, кататься еттің ба, самокат айдадың ба деген емес. Біз керісінше аздап қиындықпен өсіру керек. Сіздің енді жаңағы рухани орталық ашу керек деген ұсынысыңызға қандай жауап келді?
Бізде енді акиматта өткенде соңғы не қылғанда акиматтан отбасылық орта соның қасынан бір кабинет береміз деді. Бірақ оны кабинеттің беріп, мына жөндеуден өтіп берілеміз дегенде деп 2 жыл болып қалды оның. Созып келеді. Өткенде мына қоғам белсенді бір жігіттер айтты, бұл ең созатын мәселе емес қой. Сен ана асфальтқа миллиардтап, миллиондап шығарып жатсың. Ол асфальт бүгін бар, ертең жоқ. Әжем өткен ана әкім жинас есеп беруінде мен айттым, көп адам асфальтын салып берсеңіз, бірдеңе салып берсең, үйдің қасында асфальт келсе деген сияқты көп сұрақ болады. Ол енді ертең еш болатын нәрсе ғой. Бүгін биыл болмаса 26-та болады, 26-та болмаса 27-те болады. Негізгі мәселеміз осы еді деп мен қойдым. Жастардың тәрбиесін ешкім қозғамайды. Қазіргі кезде бұрынғы жаңа біртұтас тәрбие деген тұжырымдама бар ғой. Адал азамат қазір айналдырып жатыр. Мектептердің барлығы қазір құндылықтармен жұмыс істеп жатыр. Сіздер қарасаңыздар, қоңыраудың өзі қазір өзгерді, қазір күймен беріледі. 15 минуттық жаңа ұзақ қоңырауда дегеніміз, балалар дегеніміз асық ойнап жатыр, 9 құмалақ ойнайды, 5 тас ойнайды қыз балалар. Сосын қазір мектептердің барлығында да осы тігін кабинеттер ашылып жатыр. Ұршық болса. Деген ұршығы да бар, жаңа киімді пішу бар, тігу бар. Қыз балалар өздеріне керек дүниелерді сол жерден келіп, тіпті ең аяғы қазір қыз балалардың барлығы әйелдер жаңа киізден деген жаңағы түрлі бұйымдар жасап түрлі бұйымдар, сөмке де жаңағы кәшекейде тоқып жаңағыдай әдемілеп ыстық суға салып жаңа сабынмен істеп жатыр ғой. Міне осыны қыздар біздің меңгерді. Олар да өздері қазір келіп жаңағы ұстаздармен бірге осындай жұмыстар атқарып жатыр. Кенжелеп қалған мәселе бұл ер балалардың тәрбиесі, ер балалардың осы еңбек пәні бойынша жаңағы әлі күнге дейін дұрыс балғаны ұстап шегені қағылмайтын біздің бір үлкен дерт. Қыз балаларымыздың құндылықтармен жақсы қазір үйреніп келе жатыр. Бізде базасын сақтап қалу ғой. Енді соның барлығы адал азаматпен біртұтас тәрбие қазіргі кезде енгізіліп жатыр ғой мектептерде. Енді соның нәтижесін көрейік бұйырса. Алла бұйыртса. Құдайға мыңда бір шүкір ғой. Енді қазір бәр зат жаман, қай мектепке барсаңыздар да қазір біздің қазақта барсақ қой, соны сақтап қалу ғой. Қазір соны сақтап қалу. Бізде қазір қыздарда мысалға әркімге өзің үшін өмір сүр деген бір нені енгізіп жатыр ғой. Әлеуметтік желіні ашса да, ешкім қазір күйеуге шыққысы келмейді, бала туғысы келмейді. Сол кетіп бара жатыр. Енді ол неге мысалы тұрмысқа шыққысы келмейді? Себебі бізде қазір деген отбасылар зорлық-зомбылық өте көп. Өте көп. Қазір көбінше ер адамдар енді жұмыс жасамайды. Әйелдің иығына мініп алған, енді әйел табыс тауып деген сол қандай жұмыс болса да әйел шыға береді ғой жұмыс өзінің отбасын бағу үшін. Ол жаңа дала сыпырамын демейді, жаңағы барып кафелерде посуда жуамын демейді. Ешбір жұмыстан деген ол басын тартпайды. Ал ер адамдар болса деген ондай жұмысқа шықпайды ғой. Сондықтан да көбі соны көргесін мен ойлаймын, қыздар қорқатын шығар тұрмысқа шығуға. Оның жан жағы да бар ғой. Мысалы жаңа сыртқы жағдай күш әсер етпесе, тектен текке ой тумайды ғой. Мысалы енді мына еврей дейтін халықты жаңа еврей деп жүрміз келеді ғой да. Бұлар сонда еврей, қай жерге барсаң да еврей билеп отырады. Осы кеңестік одақ кезінде еврейдер үлкен басшылық орындарда болды. Біз еврей дегенмен одан да үйренетін жеріміз бар. Мен бағана айтып отқаным сол, мысалы еврей халқы баласын еркелетіп өсірмейді екен. Мысалы үйде де көреміз, мысалы немереміз бар, әке-шешесінің артында жүргенде еркелеу болады. Ана келесі баланың үйінде жүрсе ол еркелемейді. Тәрбиелі, кәдімгі тыңдайтын, сондай болып өсіп кетеді. Бірақ соны біз қазақ анада жуасып қалыпты деген сияқты ананы тәрбиелегіміз келмейді, еркелетіп, шолжаңдатқымыз келіп тұрады. Сол сияқты мысалы Қытайдың да балдарының мысалы неге ол Қытай дамып бара жатыр? Неге Қытай дамып бара жатыр ойлайсың? Мысалы ол дейтін Қытайдың ана салып жатқан мостары, игеріп жатқан техникасы қазір әлемдік деңгейде өтіп кетті. Неге деп ойлайсыздар? Мысалы мен енді өзім құлағыммен естігенім, мына Жетібайда Қытайлар жұмыс жасады. Сол Қытайдың бір жұмыс жасайтын инженері, сол мекемеде жаңағы бұрғылайтын үлкен бір жаңағы станоктың бір несі темірі жалпы былай айтқан қосалқы бөлшек сынып кетеді. Соны Жетібайда дайындайтын жер жоқ. Содан не керек? Осы өзенге келеді. Мен бір құрдас жігітім сол кезде соны тасып жүрді. Сол өзенге келіп, мына бұрғылау дейтін мекемеде соны тек бір жерде сондай станок болып, соны дайындайтын болған. Сосын ояқта бір жер емес Қытайда көп қанда. Келіседі, договор жасайды, құжатын дайындап жасау керек. Бұна енді былай келісіп қазақшылық жасап беріп, сосын түскі асқа үйіне алып келіпті. Сол түскі асқа келгенде таң қалды дейді.
сіздер мына адамның жүргізбенен сіздер кейін қалып қоясыз ғой деп айтты дейді. Неге дегенде бізде бір балаға рұқсат береді депті, тек бір бала. Сосын біз бір баланы киіндіруге жұмыстанбаймыз деген. Бізге киіндіріп, ана баладан от құсса, жаңағы мектепте ең қымбат сотқы ұстаса, солай жағына жұмыстанамыз ғой. Ана менің қызым мысалы сотқы ұстай алмаса, мен ана бәленшенің қызы бірдеңе деген 17-18 деген сотқы алып, қалай алу керек деген жұмыстанамыз ғой. Жоқ, олақта олар емес дейді. Менің қызым қандай мамандық алады, менің балам қандай мамандық алады, соны шығарады бірінші. Ол ана біз құсап 11 бітіретін уақытта тестіге дайындап, ойбай, қай мамандық алады, мұнайшы бола ма, дәрігер бола ма деп қапылып тестке дайындап жүрмейді екен олар. Ерте соны ашып алады. Мұғалім бола ма, токар бола ма, болмаса компьютермен келемін, оны ерте ашып алады да 4-5 жастан бастап, мысалы олар тіпті айтты, бізге үйдің өзі керек емес деп айтады. Біз баламыздың талантына қарай мектебі соны үйрететін қасында қосымша жаңағы нелер бар екен, олар мектептен бөлек тағы да дайындайтын ақша платный қазір тілмен айтқанда, мысалы үйірмесі бар ма? Егер одан спорт шығаратын болса, сол жаңағы баскетболдың үйірмесі болатын болса, соған жақын үй жалдайды екен. Ояқта үй жалдамауды екен. Жақын жерден жалдайды, ана жерден жалдайды. Егер мына жақтан жалдап, анаған қатынау қиын болатын болса, жақын жерден жалдап кете береді. Біз үйге де қысылмаймыз деп айтты дейді. Біз бірінші жалғыз түйір баламыз, соны адам болып шығару. Біз кеткеннен кейін өзін өзі ұстап қалады. Біз қазір баламызды уайымдап отырамыз. Ақтау кетсе аман келе ма, Бешер кетсе кіммен төбелесіп қалады, мектеп кетсек не болып қалады деп уайымдап отырамыз. Өзіміз соны жіберіп алдық. Оларды жоқ, өзі киім кимесін, тіпті үйде тұрмай-ақ қойсын, тіпті көлік білмей-ақ қойсын. Bir бала бұларда. Соған жұмыстан, енді бір бала болғаннан кейін деп айтып болмайды жерде. Сен 4 бала бола берсін. Біз соған жұмыстанымыз керек қой. Біз бірақ енді жаңағы кеңестік кезеңнің керегесінен шыққаннан кейін мына әлемдік деңгейдегі үлкен қарап отыратын нелер бар ғой, ұйымдар. Солар бізді осылай деген салды ма, біздер тек не болса да соған бір айтыру миллионның сағаты таққымыз келеді. Сондай болып кеттік, шын айту керек. Біз өзіміздің мінімізді. Неден? Табыстың жаңа көзі жақсы болғандықтан ба? Біріншіден тек табыс деу емес, бұл жерде біздің адами тұрғада өзіміздің кредитке батып жатқандар. Тән дүниеміз бар ғой, соған жұмыс істеп қойдық. Абайдың өзі айтады ғой, балада 2 қасиет болады. Біреу ішсем, жесем, ұйықтасам, тән құмарлық, көрсем, білсем, үйренсем, бұл жан құмарлығы дейді. Оны екеуін Абай атамыз айтып қойды. Шәкәрім атамыздың өзі, Абай атамыз айтады, ақыл мен жан, мен өзім тән менікі деп, тән тек просто менікі дейді. Оған жұмыстанбаймын дейді. Мен жаныммен жұмыстаймын дейді. Шәкәрім атамыздың Омар Хайямның сөзі бар. Жалпы адамның жаны төмендесе дейді, мұрны жоғары көтеріледі дейді. Ана тән дүниесінің несі болса, мұрны шүйіліп қалады ғой, шіреніп қалады ғой. Жоғары, мұрны жоғары көтеріледі. Рухани дәрежесі түссе деген сөз, жаны төмендесе, мұрны жоғары шүйіледі дейді. Олар рухтың жеткен жеріне солымен жеткісі келеді, бірақ олар жете алмайды дейді. Сосын екіншісінде жалғап тұрып айтады, адамның өмірі дейді, қара нанға байланғанда емес дейді, қара жанға айналғанда қауіпті дейді. Бұл деген қара жан деп отқан адамның жан дүниесіне әбден азып тозып, тән дүниеге өтіп кетіп. Қазір енді мысалы енді өзіміз деп айтайық, өзеннің өзінде де тән қалаумен кетіп қалған, соған бір бәсеке, жаңа жарыста жүріп қой. Кейде ойлаймын, бір көлікті бәсеке үшін аламыз мысалы, андай бір үлкен көліктерді мінуім керек. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды қорытындайық. Зәуре ханым, не айтасыз қорытынды сөз? Не істеу керек? Біздің қаламызда керемет деген аналар баршылық. Өз кәсібінен зейнетін қызығын көріп отырған, ұлағатты ұрпақ өсіріп отқан, балаларының қызығын көріп, кәдімгі елге тәнті болып отқан отбасылар өте көп. Қыз балалардың тәрбиесі үшін сондай аналарымызды басын қостырып, сондай бір үлкен жаңағы дүние жасап, әр мектепке қыз балаларға апарып таныстырып, ол кісілердің өмір жолдарын, өткен жолдарын кәдімгі өнеге ретінде көрсетсек, мүмкін өзгерер. Құндылықтарды тек жалаң түрде айтпай, біздер осы көзімен көрсін, олардың айтқан сөзінен жаңағы өнеге алсын деген ұсыныс білдіргім келеді. Енді мен бұрыннан да айтып жатырмын, сол өз сода қала берем, бір сол орталық болу керек. Жаңағы Махамбет атамыздың бір сөзі бар. Арқаның қызыл изені қыдырыпшылар аруана, қариясы кімнің жоқ болса жастары болар диуана деп айтады. Оны енді қариялар қырылып қалды деген емес бұл жерде. Қариялық айта алмағанға кезде айтқан. Жалпы қарт қария деген кісі болған, жастыққа жеткеннен кейін оны үлкен бір бәйтерек болу керек. Жемісін беріп тұрған, бір құндылық бойы тонып тұрған болу керек. Бізде қазір сол жоқ. Мен әлі де айтам, сол басшылықтың құлағына жетсе айтам, біз рухани орталық құруымыз керек.
соны мен айтарым. Құрметті біздің көрермендер, енді бүгінгі дәстүр бағдарламасы өзі мәресіне жетті. Біздер енді тек қана бүгін осындай мәселелерді талқылап қоймаймыз. Болашақта да әлі осындай тақырыптарға қайтып келеміз. Өздеріңіздің қосатын болса, ой пікіріңіз болса, YouTube каналында шыққан кезінде жазып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар.